Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тыйым салынған махаббат немесе бауыр жегіштер телехикаясымен танылған Ким Тэхи жайлы айтатын боламыз. Ким Тэхи 1980 жылы 29 наурызда оңтүстік Кореяның Ульсан қаласында дүниеге келген. Болашақ кино жұлдызы отбасындағы екінші бала болды. Оның үлкен әпкесі мен інісі актер Ливан бар. Тэхидің әкесі Ким Ю Мун Hankook Union Transportation компаниясының негізін қалаушы төрағасы болды. Кішкентай кезінен қыз әкесімен бірге қайырымдылық шараларына жиі қатысатын. Ким Самшин бастауыш мектебінде, содан кейін Дохён орта мектебінде оқыды. Кейін Ульсан қыздар мектебіне көшті. Ол әрқашан белсенді және көпшіл бала болды. Тэхи қыздармен де, ұлдармен де оңай ортақ тіл тапқанын айтты. Сонымен бірге ол романтикалық қарым-қатынастарға қызығушылық танытпаған. Осыдан кейін 1999 жылы ол Астанаға көшті. Онда Тэхи Сеул университетінде оқуды бастады. Онда сән дизайнының негіздерін оқыды. Оқумен қатар ол спортпен айналыса алды. Атап айтқанда, университеттің әйелдер шаңғы командасын басқарды. Университетті 2005 жылы тәмамдаған. 2000 жылдардың басында ол модель болып жұмыс істей бастады. Сеулге көшкеннен кейін бірден қызды жарнама агенті байқады. Ол Тэхиді метродан көріп бірден жұмыс ұсынды. Оның мансабы осылай басталды. Ким бір жылдан кейін фильмдегі дебютін жасады. Ол «Сыйлық» фильмінде шағын роль алды. Одан кейін «Жаңа қаладағы өмір», «Кеттік», «Экран» және «Менің ағамның үйіндегі мәселе» жобаларына қатысты. Оның алғашқы шынайы атағы 2003 жылы «Аспанға баспалдақ» драмасымен келді. Драма кейін танымалдылыққа ие болды. Соның ішінде шетелдерде, кейбір елдерде ремейктер жасалды. Келесі 5 жыл ішінде ол Гарвардтағы махаббат хикаясы, тыйым салынған махаббат, тынышсыз, Венера мен Марс сияқты культтік сериалдарда басты рөлді сомдады. 2008 жылы Ким Кореядағы ең ықпалды жарнама адамы деп танылды. Дегенмен, сол кезде де ол актриса ретінде мансап құруды шешті. Сондықтан оның бейнесімен емес, сұлулығымен емес, актерлік шеберлігімен бағалануды жөн көрді. 2009 жылы Ким Тэхи басты рөлдердің бірін сомдаған «Айрис» тыншылық триллері шықты. Драма оған бүкіл әлемде үлкен танымалдылық әкелді. Және жаңа жобаларды түсіру үшін көптеген жоғары ақы төленетін келісім шарттар жасалынды. Ким Тэхи оңтүстік Кореяда ғана емес, Жапонияда да жобаға түсті. Онда «Жұлдызбен 99 күн» жобасы кассада табысты болды. Тэхи де жапондық жанкүйерлерге ие болды. Алайда кейінірек бұл танымал махаббат қақтығысқа әкелді. Өйткені Жапония мен Корея аумақтық дау-дамайларға тап болды. Ал Швейцарияға келіссөздерге ізгі ниет елшісі ретінде барған Тэхи болды. Ким Тэхи қытайлық «Әулие Ван Сижи» телехикаясында басты рөлді сомдаған. Бұл тарихи жоба болды. 2020 жылы ол «Сәлем анашым» және «Қош бол» мелодрамасында басты рөлді сомдады. Оның кейіпкері қайта туып, отбасына оралуға мүмкіндік алған өлген әйел жайлы. Тэхи ойнайтын әрбір жаңа драма нағыз хитке айналады. Актриса шеберлігін үнемі жетілдіріп отырады. Қазірдің өзінде филиграндық актерлік шеберлігінің сапасын жақсартқан және қартаймағандай. Ким Тэхи Рим папасы Францисктің оңтүстік Кореяға сапарының құрметіне түсірілген музыкалық бейнеде ойнаған 30 атақтының бірі болды. Корея актрисасының жеке өмірінде мінсіз беделі бар. 2012 жылы Тэхи әнші және актер Рейнмен кездесіп жүргені белгілі болды. 5 жылға жуық уақыттан кейін 2017 жылдың қаңтарында олар үйленді. Сол жылдың қазан айында актриса бірінші перзентін дүниеге әкелді. Тағы 2 жылдан кейін 2019 жылдың қыркүйегінде Тэхи Рейнге тағы бір мұрагерді сыйлады. Корея актерлері сұхбаттарында бір-біріне деген сүйіспеншілігін үнемі жариялайды. Ал желі қолданушылары олардың жасырын кездесулерінің фотоларын жиі жариялайды. Тэхи де оның күйеуі де өз араларында бақытты неке бар екенін және мұның айқын дәлелі екенін жиі айтады. Ким Тэхи мен жолдасы жылжымайтын мүлік бойынша ең бай Корей жұлдыздары ретінде танылды.
Бүгінде Ким Тэ Хи сәтті кино жобаларда ойнауды жалғастыруда. Ол әлі күнге дейін жарнама агенттіктерімен келісім шарттар жасайды. Кейде маңызды шараларға қатысып, жүргізуші де болады. 44 жастағы актриса қайырымдылыққа көп көңіл бөледі. Ол Үлсан қаласындағы аз қамтылған отбасыларға көмектеседі. 2022 жылы атақты Ульджин, Кенбук, Самчок пен Ганвон қалаларында өрттен зардап шеккендерге көмектесу үшін 200 миллион вон көлемінде қайырымдылық көмек көрсетті. Коронавирустық пандемия басталғаннан бері Тэ Хи G Foundationға миллионнан астам қорғаныс маскасын сыйға тартқан. Ким Тэ Хи бос уақытын отбасымен және қыздарымен өткізуге тырысады. Сұхбаттарында актриса ол үшін ең жақсы демалыс жақындарымен өткізген кеш екенін бірнеше рет мойындады. Ендігі кезекте актриса жайлы қызықты мәліметтер. Актрисалар арасындағы Тэ Хидің кумирі Николь Кидман. Корей жұлдызы әріптесінің талғампаздығына, талантына және нәзіктігіне тәнті. Ким өзінің сұлулығы табиғи екенін бірнеше рет айтқан. Актриса ешқашан пластикалық ота жасатпағанын және пластикалық хирургтардың көмегіне жүгінбейтінін айтады. Тэ Хи католик, верда шомылдыру рәсімінен өткенде оған берілген есім. Ұйықтар алдында және тамақ ішер алдында үнемі дұға етеді. Оңтүстік Кореяда Гревин мұражайында атақты адамның балауыз фигурасы орнатылған. Ким тамақ жасағанды жақсы көреді, бірақ қарапайым және пайдалы тағамдарды, күрішті, теңіз өнімдерін және жаңа піскен көкөністерді жақсы көреді. Тэ Хи оның өміріндегі басты адамдар ата-анасы, әсіресе анасы екенін бірнеше рет айтқан. Корея актрисасы өзіне сенімді түрде көздерінің әдемі екенін, бірақ фигурасы идеалдан алыс екенін айтады. Ким Тэ Хи керемет актриса, бақытты әйел және ана. Бұл әйел өзінің табандылығының, шеберлігі мен еңбегінің арқасында тамаша мансап құра алды және өз есімін Корей киносының тарихына мәңгілікке қалдырды. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарияға келесі жолы қай жұлдыз туралы білгілеріңіз келеді, жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.